Баршаңыз сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай өте жылдам дайын болатын, миксерсіз айранмен жасалатын өте жұмсақ пирогтың рецебі дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді бізге бұл пирогты жасау үшін ең алдымен 200 грамм айран қажет болады. Айран бөлме температурасында немесе жылы болу керек. Сонда біздің пирогымыз өте жақсы әдемі болып көтеріледі. Үстіне 1 шай қасық соданы қосып араластырамыз. Міне көріп отқандарыңыздай, біздің айранымыз жылы болғаннан кейін міне сразу реакцияға түсіп айранымыз көтеріле бастады. Енді үстіне ерітілген 100 грамм сары май және де 1 жұмыртқаны қосып тағы да араластырамыз. Араластырғаннан кейін үстіне қантты қосамыз. Барлығының мөлшерін астына описанияға жазып қоямын. Қантты қосып болғаннан кейін 1 жарты қасық шай қасықпен тұз қосамыз. Және де кішкене араластырып, ұн қосатын боламыз. Ұнды 2-3-ке бөліп, солай араластырған дұрыс болады. Сонда біздің қамырымызды массасын қолмен көріп отырасыздар. Тым қатты болмау керек. Жұмсақтау болған дұрыс болады. Мен 2-ге бөліп қостым. Оның барлығын мөлшерін астына жазып қоямын. Шамамен 450-470 граммдай ұн қажет болады. Енді қалғанын қолмен араластырамыз. Жақсылап тұрып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болуға қажет достар. Міне көріп отқандарыңыздай өте жұмсақ. Жақсылап тұрып илеп болғаннан кейін бетін салафанмен жауып қоя тұрамыз 15 минутқа. Қамырымыз дайындап болғаннан кейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менде бүгін салмасында ірімшік болады. Бірақ қалаларыңыз бойынша ірімшіктен де басқа абрикосовое варенье болса да, джем болса да қоссаңыздар, өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша басқасын да қоссаңыздар болады. Мен бүгін ірімшікпен жасайтын боламын. Бізге осындай 1 жұмыртқа және де 1 жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Өйткені сары уызын бетіне жауға алып қаламыз. Енді үстіне қант, 1 ас қасық қаймақ қосып, жарты қасықтай ванилин қосамыз. Және де барлығын араластырамыз. Ең бірінші барлығын қасықпен араластырамыз жақсылап. Одан кейін блендермен езетін боламыз. Егер де блендерлеріңіз болмаса, жай ғана қасықпен жақсылап тұрып араластырыңыздар. Блендермен езу себебіміз біздің пирогтың ішінде ірімшік өте нәзік болып шығады. Сондықтан да блендермен езген жөн болады. Егер де болмаса, жай ғана қасықпен жақсылап тұрып езіңіздер ірімшіктеріңіз. Ірімшіктеріңіз ең бастысы құрғақ болуға қажет болады. Өйткені біздің пирогымыздың қамыры шикі болып қалмас үшін құрғақ ірімшік алыңыздар. Міне осылай езіп аламыз. Біздің ірімшігіміз дайын. Қамырымыз 15 минут тұрды. Енді қамырды 2 бөлікке бөлеміз. 1 бөлігін кішіректеу қылып, екінші бөлігін үлкендеу қыламыз. Кішкентай бөлігін біз қазір пирогтың бетіне әдемілеп оны жаятын боламыз. Үлкен бөлігін осылай ұн сеуіп, екі жағынан оқтаумен қатты жұқа қылмаймыз, оқтаумен жайып аламыз. Дайындалуы өте жылдам достар, осыны жасап көрсеңіздер болады. Менің үйімде барлық ірімшікпен жақсы көргеннен кейін мен ірімшік жасаймын. Өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша ішіне алма да қоссаңыздар, немесе джем, варенье қоссаңыздар болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәмі соғұрлым тәтті болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша істей беруге болады. Енді осындай 26 диаметрлік форма аламын мен. Осыған үлкен бөлігін осылай әдемілеп, тегістеп жайып шығамыз. Осылай жан-жағын барлығын тегістеп аламыз. Қатты шығармаймыз қамырды. Енді ішіне дайын болған салмамызды қосамыз. Достар, бүгінгі мен сіздерге осы жасап жатқан пирогым ұнап жатса, мені қолдап жүруге ұмытпаңыздар. Ол үшін тек қана осы каналға тіркеліп, астына лайк басып, комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады, немесе жай ғана смайликтер қалдырсаңыздар болады. Және де достарыңызбен осы видеоның ссылкасын бөлісіп, каналдың дамуына үлестеріңізді қосып жүрсеңіздер өте қуанышты боламын. Енді достар, қалған бөлігін, кішкентай бөлігін осылай жұқалау етіп жаямыз. Және де осылай әдемі осындай пышақтарыңыз болса да, осындаймен кессеңіздер болады, немесе жай ғана пышақпен осылай жұқалап, ұзындап турап алыңыздар. Осылай енді дайын болған қамырды бетіне, ірімшіктің бетіне осылай әдемілеп жаямыз. Араларын ашық қылдырып, бір қабат жайып, қалған екінші қабатын тағы да осы қамырдың үстіне жайып, әдемі тор көздерін істейміз.
осылай қиғашынан жаясыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Жарты сағат қана уақыттарыңыз алады. Осыны жасап көріңіздер. Міне енді қалған артық жерлерін барлығын кесіп алып, жан-жағында ашық қалған жерлеріне барлығын тегістеп жауып шығамыз. Біздің қамырымыз, пирогымыз дайын болды. Қызып тұрған духовкаға 100 градусқа қызарғанша 25-30 минуттай пісіреміз. Достар, міне мен пирогым дайын болды. Суытып алдым. Енді сіздерге кесіп турап көрсетемін. Міне достар, осындай әдемі болып шықты. Өте жылдам пісетін, өте жылдам дайын болатын әдемі сдобный пирог жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Балаларыңызға, отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Немесе аяқ асты қонақ келіп қалған кезде де осыны жылдам жасап жүрсеңіздер болады. Ешқандай миксерді де қолданбай, жай ғана қамыр жайып, жылдам осындай тәтті пирог жасап көріңіздер. Достар, бүгінгі мен сіздерге ұсынған рецептім осындай дәмді пирог. Ұнаған болса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздерге ары қарай дәмді пирогтардың рецепттерін салып тұруға тырысамын. Және де ыстық тағамдардың да рецепттері бар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше достар, сау, саламат болыңыздар.